Құрметті көрермендер, бүгін мен сіздерге Шырағай платформасын таныстырғалы отырмын. Менің есімім Бейсенбаева Гүлнұр Нұрабайқызы, бастауыш сынып мұғалімімін. Мен Шырағай платформасының пакетін сатып алып, осы платформаға тіркелген қолданушының бірімін. Бұл Шырағай платформасы біріншіден отандық өнім, барлық ішіндегі қолданылатын материалдардың бәрі қазақ тілінде жазылған біріншіден. Екіншіден, бұның ішінде бірнеше бөлімдер бар. Ыбырай-бот, курстар, тарих, презентация, ойындар. Мен сіздерге осы ойындар бөліміне тоқталғым келіп отыр. Бізде мұғалім болғандықтан, әсіресе бастауыш сынып болғандықтан, біздің әрбір сабағымыз міндетті түрде бір балаларға қызықты ойындармен өтеді. Енді осы мен қазір ойындар бөліміне кіретін болсам, бұл жердегі мен ойындарды өзім жасаған жоқпын. Бұл ойындардың түрлері осы Шырағай платформасында мен сияқты іс тәжірибесі бар мұғалімдердің жасаған сапалы ойындары осы платформаға жинақталған. Енді мен бүгін математика сабағы болады, мен сабаққа ойын дайындап үлгерген жоқпын. Сондықтан мен қазір Шырағай платформасына математика бөліміне кіремін де, бүгінгі мысалы менде екінші сыныпта қандай тақырып өтем? Математика екінші сынып 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту тақырыбына байланысты мен оқушыларға осы ойынды ұсына аламын. Бұл маған уақытыма балаларға қызықты. Бірінші деңгей. Мысалы 30 бен 30 қосындысы. Мына жерден балалар дұрыс. Келесі вагондағы жазылған. Деген бал берді маған. Келесі 50 мен 50-дің қосындысы 100. Мен бірыңғай 100 деген белгілерді басады. Балаларға өте қызықты. Жылдамдыққа. Баланы жылдамдыққа, ептілікке, әрі қызығушылығын арттырады. Жақсы. Осылайша балалар екі таңбалы санды жылдамдыққа есеп шығарады. Тағы ойындар бөлімінен жалғыз математика емес, барлық өзіміздің беретін пәндерімізге байланысты, тақырыптарға байланысты құрастырылған қызықты тапсырмалар бар. 8-ші сыныпта бар екен мына жерде. Екінші сынып У әрпінің жазылуы тақырыбын өтетін болсам, балаларға мына ойынды ойнатқан маған қызықты әрі өте тиімді. Осылайша балалар мына жердегі адасқан әріптерден де сөз жасайды. Оқ деген сөз екен мына жерде. Бұл ойындарды мен үнемі балаларда сабақта ойнатып отырамын. Ойындар деген бөлімінде Шырағайда қазақ тілі, қазақ әдебиеті, 2-ші сыныптан. Кел балалар оқылық, Ыбырай Алтынсарин. Бұның тиімділігі, мен ойын құрастырып, істемеймін, уақытымды кетірмеймін.
Бұның ішінде жалғыз бұл ойындар емес, одан да көптеген ойындар бар, мақал мәтелдер бар, суреттермен шешетін, логикалық есептер бар. Бұл платформа сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.